Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін ифтарға тауықтың етінен жасалатын оңай және тез сочный болып пісетін тамақты дайындаймыз. Тауықты алдын ала тазалап жуып алдым. Бір куриный филені екіге бөлеміз. Оны кішкене тілім етіп кесіп аламыз, жақсы пісу үшін. Барлықтарыңыз білетін магидің осындай для курицы деген приправасын видеодағыдай сеуіп шығамыз. Тұз себеміз. Сосын сұйық майды осылай құйып шығамыз. Сосын осының бәрін жақсылап тауыққа жағамыз. Тауықтың екінші бетіне дәл солай қайталаймыз. Табаға май құйып қыздырып алып, сол майға тауықты қуырып аламыз. Қайта астын қарап байқап тұрыңыздар, өйткені күйіп кетуі мүмкін. Bir жағын пісіріп алғаннан кейін екінші жағына аударамыз. Жақсылап қуырып алғаннан кейін тауықтарды стеклянный формаға салып, фольгамен дұрыстап бетін жауып, алдын ала қызып тұрған 180 градустағы духовкаға саламыз. Тауықтың піскеніне қарай өздеріңіз қарап тұрыңыздар. Сонымен осындай өте дәмді, сочный тауық дайын болады. Оған кез келген гарнир дайындасаңыздар болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бізде макаронға мен кішігірім соус дайындадым. Ол томатный соус. Жай жаңа қалған майыма томатты қосып, қуырып, кішкене су құйып, бір қайнатып алдым. Вуаля, тамақ дайын.